көп адамдар ақылды біз енді кәсіпкер деп келеді да, и бізге ақыл сұраймын, ақылдасайын деп едім деп келеді маған. Сосын айтамын, не осылай бизнес істеп едім, сосын бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым, 100 миллионым бар еді, ұтылып қалдым, банкрот болдым дейді. Қазір жоқ дейді. Қазір жоқ дейді. Сосын мен ойланамын да, мысалы, сен неге деймін да, қолыңда 100 миллион бар кезде кеп ақыл сұрамайсың деймін да, мысалы. Ең бірінші ақшада ереже бар. Ақша табу, ақша ұстау, жинау. Ақша жұмсау. Осы үш мәселе бар. Ақшаның ережесі. Ең қиыны осының ақша жұмсау негізі. Ең қиыны. Ең оңайы ақша табу. Неге жұмсау қиын? Неге табу оңай? Өйткені сен маңдайыңа жазылған ақшадан басқа ақша таппайсың бәрібір. Екіншіден, қазір бір нәрсе алып сата салу оңай. Енен кейін қиыны ақша бола тұра жұмсамай соны жинай білу. Енді ең қиыны неге адамдар банкрот бола береді? Дұрыс жұмсамағандықтан. Ақша бар дейді да, расслабляться етеді да, ақшаны дұрыс жұмсамайды да, қайттан нөлге түседі да, қайттан ақша табады. 100 мың теңге, 500 мың теңге айлық алса да ол ақша бар. Бірақ сол ақшаны жинап үйрену керек та, сол жиналған ақшаны дұрыс жұмсап үйрену керек. Сол үшін сен ақшаң бар кезде хабарлас маған. Жоқ кезде келме маған. Мен де ол таяқ жегем. Сосын мен айтамын, лучше сен таяқ жемесең, мен саған айтып берейін. Қысқасы ақшаң бар кезде ақыл сұра дейсіз ғой. Конечно, сен мен қолымда осынша ақша бар, істесем болады деп сұрасаң, сен бірақ көп жағдайда сұрамайсың ғой ақшаң бар кезде. Ақшаң бар кезде ол ойлап қалады ғой, менде бәрі бар, мен болдым, тойым бітті. Бір жігіт келді айтады. Аға деді, как раз таки ол дұрыс келді. Мен қолыма деді, ертең бір 200 миллион теңге ақша түсейін деп тұр деді да. Не істесем болады дейді да маған. Мен айтамын, опа. Ең бірінші дедім, ең бірінші ойыма келген нәрсе, ешкімге айтпа деймін да. Сенде ақша бар екен. И сосын ойланайық дедім. Сен кәсіпкер болмасаң, әр қарай сен ақшадан ақша істейтін, жаңа рисковать етуге қажет. Ондай болмаса, сен лучше оған рисковать етпе, сен оған бар да, просто бір активтерді алып таста болды. Өйткені саған ақша постоянно осынша ақша түсетін нәрсе емес қой. 200 миллионның 100 миллионына точно актив алып қой. И 100 миллионмен ойна. Тест жасап, может тағы да әрі қарай жүріп кетеді. Кейін жақсы болып кетті, ана жігіт жақсы несі жағдай, Аллаға шүкір. Алла Тағала бір ақылдасқан кезде ода береке береді. Просто дұрыс уақытымен, ретімен ақылдасу керек деп ойлаймын. Ақыл деп, сосын көрінгеннен ақыл сұрай беруге болмайды. Ол әр салада менен сұрайтын мәселе бар. Сенен сұрайтын мәселе бар. Бір-бірімізден сұрап, біліп, ақылдасқанға еш нәрсе жетпейді. Ода береке бар. Лайк басып кетіңіздер.